Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Геометрия пәнінен 90-дық жиынтық бағалау бірінші нұсқа тапсырмаларын талдайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Бірінші есепте боялған фигура ауданын тап дейді. Формуланы жазсақ ауданның А қосу Б бөлу 2 көбейту H. Табандардың жарым қосындысына биіктігін көбейтетін еткен. Табанын санасақ 1, 2, 3, 4. Табаны кішкентай табан 4, үлкен табан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Биіктігіміз 3-ке тең. Сонда 4-ке 9-ды қосамыз. Көлемдікке 3-ке көбейтеміз. 4-ке 9 қоссақ 13, бөлу 2, көбейту 3. 13-ке 3-ті көбейтеміз 39. 39 2-ке бөлсек 19 бүтін 5 сантиметр квадрат. Ол бізде В жауабы. Екінші есепте тік төртбұрыш тәріздес өлшемдері 200 см және 180 см болатын бөлмеге дейді. Сызбасын салсақ 200, ені 180. Ал бұның ауданы қандай болады? 200-ге көбейтеміз 180-ді. 18 2-ге көбейтсек 36, 3 нөлді тіркейміз. 36 сантиметр квадрат. Енді 30 сантиметр квадрат пішінде тақтайшалармен жабу қажет дейді. Жаба аламыз ба? Жапсақ қанша болады ол? Қанша тақтайша шығады? 30 сантиметрді 30 сантиметрге көбейтеміз. 900 сантиметр квадрат болады. 36-ды 900-ге бөлеміз. Нөлдерін қысқартсақ, мен нөлді қысқартсам, 36-ны 9-ға бөлсек 4, және мына нөлді бар 40. Мына 40 тақтайша шығады екен. Енді осы бөлменің қабырғасы 25 см квадрат пішінде тақтайшалармен жабуға бола ма? 25-ті 25-ке көбейтейік. 625 см квадрат. Осы 36-ды 625-ке бөлеміз. Қанша шығады? 57 бүтін 16 деген бізде тақташа болмайды ғой. Сондықтан бүтін сан шықпағандықтан біз жаба алмаймыз деп айтып. Яғни қабырғасы 25 см квадрат пішінде тақтайшаларымен жаба алмаймыз. Өйткені бізде бүтін сан шыққан жоқ, бөлшек сан шығып тұр. Абызды параллелограмм саламыз. А, Б, С, Д. Енді А-ның бойынан Е нүктесін белгілейік. Б, Е-ді бұрышы 90 градус дейді. Мына жер 90 градус. Е, Б, Д деген бізде 45 градус. Енді қара. Мына жер бізде 90, мына 45. Онда мына бір жерде бізде 45 градусқа екен. Неге? Қара, 90-ға 45-ті қосамыз. Қосу Б, Д, Е дейік. Б, Д, Е деген мына жер. Б, Д, Е. 180 градус болу керек. Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 болу керек. Сонда осыдан Б, Д, Е 45 градус шығады. Яғни табандағы бұрыштар тең болса, онда бұл теңдеулі үш бұрыш деген сөз. Яғни Б, Е, Д, Е, Едіге тең. Ал біздің едіміз 8 см болған. Яғни мына еді 8 болса, еді 8 деген сөз. Біз биіктігін таптық. Негізі бізде биіктігі жоқ еді ғой. Аудан табу үшін бізге биіктік болады. Ал АЕ деген бізде 3-ке тең. Сонда АД деген бізде 8-ді қосамыз. 11-ге тең. Аудан табу үшін АД-ға көбейтеміз.
b ені. 11-ге көбейтеміз 8-ді, 88 сантиметр квадрат. Үшінші есепте ABCD параллелограмма ауданы 88 сантиметр квадрат екен. Жауабы 88 сантиметр квадрат. Төртінші есепте ABC үшбұрышының ауданы 24 сантиметр квадрат. Негізі осы жерде 24 емес. Бұның орнына сіз 6 сантиметр квадрат деп жазасыз. 6 деп жазбасаңыз, онда біз мына BAC бұрышының шамасын таба алмай қаламыз. Біз ABC үшбұрышын салсақ, AB бізде сантиметр, AC бізде 8 сантиметр, арасындағы бұрышын альфа деп белгілеп, немесе BAC бұрышы деп жазамыз. S тең 2-ден 1 AB минус альфа деген форманы қолданамыз. A-ның орнына 3 қоямыз, B-ның орнына 8 қоямыз. S-дің орнына 6 сантиметр квадрат қоямыз. 2-ден 1, A деген 3, B деген 8, минус альфа. 2 мен 8 қысқартамыз 4, синус альфа тең 3 пен 4 синус альфаға қарама-қарсы тұрады. 3 пен 4 бөлімнен түседі, 6 алымында жазылады. Яғни 6-ны 12-ге бөлсек, қаратта қарып, 12-ның орнына жазылады 2. Енді қай кезде синус неше градуста 2-ден 1-ге тең болушы еді? 30 градуста. Сонда бұрыш VAC 30 градусқа. 5-ші есепте теңбелі трапецияның диагоналы бүйір қабырғасына перпендикуляр дейді. Теңбелі трапеция ұқсатып салайын. ABCD бүйір қабырғасына диагоналы перпендикуляр деген міне. Жер 90 градус. 90 градус. Егер үлкен табаны 8 төбірасты 3-ке тең болса, бір сүйер бұрышы 60 градус дейді. Жер 60. Енді қара. Мына 60 болса, мына 90 болса, онда мына неше деген сөз. Онда ол 30 градус. Яғни 30-60-ты қоссақ, 90 болыр. 90-90 қосамыз, 180 градус болатындай. Енді 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деген ереже бар. Сонда 30 градусқа қарсы жатқан катет ол CD, 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Өйткені мынау тікбұрыш үшбұрыш болып тұр ғой. 2-ден 1 A-ды деген бізде 8 төбірасы 3-ке. Сонда 4 төбірасы 3 шығады. B-ді 4 төбірасы 3 болды. Онда A-B-да 4 төбірасы 3 болады. Өйткені бізде теңбелі трапеция деп айтқан. Енді не істейміз ары қарай? Енді бізге бір табаны бар, екінші табаны жоқ қой. Сосын бізде биіктігі жоқ. Енді біз биіктігін табайық. Формасын жазып қояйық. Трапецияның ауданы формасын. Табандардың жарым мынау А. Табандардың жарым қосындысына биіктігін көбейтеміз. Бізде қазір кішкентай табаны жоқ және биіктігі жоқ. Енді біз биіктік сүрейік. Енді қара, мынау 60 градус. Онда 90 болса, мына жер тұр қой. Онда мына жер неше болады? 30 градус. Енді 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деп айттық. Біз былай етейікші, онда белгілейік. Мына жерді К дейік, мына бір нүктені М дейік. Сонда М-ді 30 градус қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең дедік қой. 2-ден 1 көбейту 4 төбірасы 3. Қаратта 4-ден 2, 2 төбірасы 3. Яғни қара, М-ді 2 төбірасы 3, АК 2 төбірасы 3. Сонда 2 төбірасы 3-тен 2. Қосамыз. Қосу. Қара, ВС мен КМ тең ғой, соның КМ-нің орнына ВС жазамын да. Бізде А-ды деген 8 төбірасы 3.
Енді қара, высы, мына 2-2-ні көбейтсек 4 болады. Сонда 8 төбірасы 3-тен 4 төбірасы 3-ті алсақ, 4 төбірасы 3 қалады екен. Мына кіші табаны 4 төбірасы 3, А, Б, С деген бізде тең белгілі тең белгілі үшбұрыш пайда болды. Енді бізге кіші табан таптық, енді бізге биіктігі керек. Биіктігін қандай формуламен табуға болады? Пифагор теоремасын қолдануға болады, немесе синус 60 градус деп табайық. Синус 60 градус қарсы жатқан катеттің 60 градус бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Синус 60 градус тең қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасына тең. Синус 60-дағы мәні төбірасы 3 бөлінген 2, h бөлінген 4 төбірасы 3. Пропорция қасиеті бойынша қарама-қарсылары көбейтеді. Төбірасы 3-ке 4 төбірасы 3-ке көбейтеміз. Бөлу 2, мына 2 h-қа қарсы жатады, мұнда да қарсы жатады. Енді қара, 4 пен 2-ні қысқартамыз. Төбірасы 3-ке төбірасы 3-ті көбейтсек 3 шығады. 2-ні көбейтсек 6. Биіктігіміз табылды. Енді орнына қоямыз болды. А дегеніміз біздің 4 төбірасы 3. Қосамыз 8 төбірасы 3, бұл үлкен табаны. Бөлу 2, көбейту 6 биіктігі. 4 төбірасы 3-ке 8 төбірасы 3 қосамыз 12 төбірасы 3. Бөлу 2, көбейту 6. 6 мен 2-ні қысқартамыз 3. 12-ке 3-ті көбейтсек 36 төбірасы 3. Осындай жауап болады екен. 36 төбірасы 3. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазамыз. Сау болыңыздар. Келесі екінші нұсқада